Тәуіржанға ашуланамын деп кеше Айгүл бар сырларын ашып қойды. Біз Тәуіржан екеуміз тек қана доспыз. Маған сөз салғаны, Бали елінде бірге жүргеніміз барлығы тек қана хайп үшін. Екеумізге де тиімді болғаннан соң біргеміз. Абылайша Тәуіржанды мен інім ретінде көремін. Маған ешқашанда Тәуіржан болашақ күйеуім ретінде ешқашанда елестетпегенмін де. Одан қалса анасының қарсы шықпайтынын білемін Тәуіржанның. Анасын өйткені қатты жақсы көреді. Екеуміздің де жақсы өмір сүруіміз үшін, бірге жүруіміз халыққа ұнағаны үшін алдын ала келісілген дүние. Өйткені халықтың тілегі сол. Халқым, бірақ екеуміз бірге бола алмаймыз. Өйткені мен анасын жылатып қойып Тәуіржанмен ешқашанда бақытты бола алмайтынымды түсінемін. Және де Тәуіржан екеуміздің мінезіміз ешқандай да бір-біріне сәйкес келмейді. Бали еліне саяхаттап жүргеніміз мен өз қаражатыма, Тәуіржан өз қаражатына, ешқандай да мен Тәуіржанның бір тиынды алып жатқаным жоқ. Өз маңдай теріммен тапқан ақшама демалып жатырмын. Неге көрмеске әлемді? Балаларым туралы уайымдамасаңыздар да болады. Мен комментарийдің барлығын оқимын. Өте жүректі ауыртатын комментарийлар келеді. Менің балаларым шүкір ата-апасының жанында, сабақтарына қалмай барып жүр. Мына жерде менің комнатам. Как положено, тап-таза, кондер ұрып тұр. Есікті жауып жүресің, мына жерде маса кіріп кетуі мүмкін үстінен. Дальше кеттік. Мынау мен деп қоясың. Бірақ мына жерде туалетте отырсаң, жан жақтағы адамдар естиді. Сол үшін желательно дауысын шығармай отырасың. Дальше кеттік. Күн сайын қатырақ ұнайсың маған, саған қалай оңырау шалам, көзім басқа ғаламым. Осындай телевизия, кино көріп отыруға болады. Кішігірім тамақ істейтін зона, бірақ бұл жақта өмірбақи тамақ істелмейтін сияқты. Мам деп қоям. Дальше кеттік. Мынау үсті. Мына жерде бір төсек. Осындай отдельный кондермен, как положено. Итак, и на жақта тағы бір комната. Добрый день всем, как у вас дела? Многие спрашивают насчет клипа. Пока еще не вышло. Мы должны снять еще один отрывок. Вообще должны были в студии снять, но оказывается не разрешили. Возможно, сегодня-завтра еще один отрывок снимем. Вот, возможно, на следующей неделе будет готово. Вот. Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Қайырлы таң. Сұрап отырған жандар бар екен. Машинаң қайда, не пешігіп жүрсің деп. Бля, бұл детейлингтің жыры бітпеді аушеш. Апрельде апарған машинаны әлі бітір алмайды. Еще 4 миллион ақшаны кетіп жіберді. Қай детейлинг екенін салмақ келеді, көрсетмақ келеді. Жоламаңдар, жақындамаңдар, бля, пизду деп ше. Күтейінші, істейтін шығар деп жүргенім осы уақыт. Көреміз енді, бүгін шығарып берем деген. Барып көрем. Біреулер айтады, заңмен шеш арыз жазып, анамын. Қойшы адам үй тұрғыда не істейтін жар, істеп беретін шығар деп күтіп жүріп қоямын. Еще сонда танысым номер шалып беремін деп 220 мың алған. Ол да жоқ. Бұны барып ұрып кетейін десең, ол да болмайды. Жазып берсе, машинаңды тастап кетесің. Қандай ол прям нервы пределах болып тұр да, прям жиналып тұр. Ұрғың кеп, бір нервың шығып, не машинаңды істеп бермесе, не ақшаң қайтара алмаса, білет, не деген адам түсінбеймін. Алматыда детейлингтер дақы еді, не апып соған ұрындым деймін. Бір транспорт шымшақта жұмыс істеп жүргеннен кейін соған сеніп тұрғанмын. Бля, ол да айтпағың, бір адам білмеймін, кеме ұрын ба деп ше. Пиздес. Қазір таныс тамырға да сенуге болмайды қазір.
Сондықтан қазір көп сенбеңдер ана таныстарың бірдеңелерің бір жерде жұмыс істеп жатыр, мына жаққа келсе жақсы істеп береміз анау мынау. Бәрі өз пайдасын ойлайды қазір. Білмеймін мен. Мысалы менің қолымнан келмейтін дүние осы жұмыс істеп жатқан жерімде сондай болса, мен айтатын едім, мен родной, білмеймін, дұрыс істемейді ау, басқа жақтан көре бересің ау деп. Шешесіз. Плотно орындық қой. Апрельдегі машина, қазір декабрь әлі бітпесе, ол не деген әңгіме ол. Бүгін бару керек, міне среда шығарып берем деген еркек болса көреміз енді. Бірақ оның еркектік сөзі бір тиын ғой, короче. Апрельден бері наебщик алдап келатыр. Машинаға барып қайттық. Звондасам алмайды, жазсам жауап бермейді. Машинам тұр шаң басып. Кіргізіп қойған жерінен шығарып қойған, орнына басқа машина кіргізіп қойған. В общем, машина жасалып жатқан жоқ. Аяғым жеген жер екен, в общем. Совет сіздерге мынандай ғой. Бір жерге барып машина жасалатын болсаңыздар, құлақтарыңыз қанша отырып алдаса да алдын ала ақшасын бермеңдер. Жұмыс осындай болады.